Сәлем достар. Мен бүгін сіздерге мықты маска көрсететін боламын. Менің каналыма жазылып кетіңіздер, тіркеліп алыңыздар. Қоңыраушаны басып қойыңыз, мені жоғалтып алмас үшін. Бізге ол үшін мынадай ыдыс керек болады, және шұңғыл ыдыс және жұмыртқаның сарысы керек болады. Және бізге міндетті түрде жылы сүт. Мен жаңа жылытып алдым. Тағы керек болса құятын боламыз. Оны артқа қойып, енді келесі қосатын қоспа ол кәдімгі барлығымыздың үйімізде бар ұнды мінекей 2 қасық қоссақ жетеді. Содан кейін осыларды араластырамыз. Міндетті түрде әбден араластырамыз. Қазір консистенциясын көрсетемін. Бұл маска өте жақсы бетіңізді нәрлендіреді, құрғақ беттерді ылғалдандырады және тыныштандырады. Массаж жасап болғаннан кейін жақсы тыныштандырып, бетті қалпына түсіріп, өзін теріні жақсы тонусқа келтіреді. Қараңыздар, осындай біркелкі масса болу керек. Әбден араластырыңыздар. Мені араластырып болдым. Қазір сіздерге көрсетемін. Менде мынандай щетка бар. Осы щетканың көмегімен қазір мен бетіме жағатын боламын. Бұл бетіңізде ағуы мүмкін, мойныңызға жаман керек емес. Бөлініп қалса ештеңе етпейді дегендей сүлгі пайдаланыңыз. Осындай болады. Ендеше менің бетіме жағып, бірге тамашалайық. Мен сіздермен бірге отырып жасайтын боламын. Кеттік. Мен жаңа дайындаған маскамды қолыма алдым. Осыны енді бетімізге жайлап жағамыз. Көз айналасына да жаға беруге болады. Бұл ешқандай да зиян келтірмейді. Осылай алып, асықпай, массаж сызықтарымен бірге осылай отырып жағамыз. Масканы сақтауға мүлдем болмайды. Бұл бір реттік қолданатын маска. Сондықтан жағатын алдында дайындап аласыз. Мен бетімді жуып өте жұмсақ, бетім салқындап, әдемі бір күйге еніп тұрмын. Беттеріңіз сондай жұмсақ және тартылып, сондай бір өзіңіздің бөпе сияқты бетіңіз сезінесіз. Және міндетті түрде ылғалдандыратын крем жағыңыз бетіңізге. Кремді де қатты баспай, өзіңізге ыңғайлы етіп, массаж сызықтарымен жоғары қарай көтереміз. Жерде